Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Ақнұр. Жаңа жылдық өте оңай, тез дайындалатын, дәмді салаттың түрімен бөлісетін боламын. Ең әуелі заттарымызды дайындап аламыз. Осындай кольцомыздың ішіне бокалды салып, ең әуелі картошкамызды саламыз. Жақсылап картошкамызды орналастырып, майонез бен тұзды сеуіп шығамыз. Асылған ет немесе фаршты осылай боқтырып салсаңыздар да болады. Мен фарш салдым. Видеодағындай жақсылап орналастырып, үстіне майонезді сеуіп шығамыз. Өте дәмді болу үшін свекламызды үстіне саламыз кольцомыздың, және де жақсылап орналастырып шығамыз. Татымына қарай тұз бен майонездің үстіне сеуіп шықсаңыздар болады. Сәбізімізді саламыз. Жақсылап орналастырамыз. Асылған жұмыртқамызды салып, кольцомыздың ішіне оны да жақсылап орналастырамыз. Барлығын орналастырып болғаннан кейін ақырын кольцомызды шешеміз. Ішіндегі бокалды аламыз. Жай ақырын алыңыздар, өйткені кольцомыз бұзылып кетпеу керек біздің. Үстін қалағаныңызша оформление жасасаңыз болады. Мен укроппен жасадым, және де мейіз септім үстіне. Сіздер жаңғақ, немесе помидор, черри қойсаңыздар да болады. Бізде осылай өте жеңіл, әрі тез дайындалатын, және де дастарханның көркін ашатын тойымда салатымыз дайын болды. Баршаларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, алда өте қызықты рецепттер болады.